Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мәлімет арнасы. Бүгін мен сіздерге Англия елі жайлы айтатын боламын. Англия Еуропадағы Ұлыбританияның бөлігі болып табылады, және ол Ұлыбритания аралында орналасқан. Англия 1 мамыр 1707 жылы құрылды. Ресми тілдері ағылшын тілі. Ал астанасы Лондон. Ірі қалаларына келсек, Лондон, Берлинген, Глазго, Белфаст, Манчестер, Эдинбург, Ливерпуль қалалары. Ал діндер болса христиан. Жұрмақ бойынша 77-ші орында. Англия президенті 3 Карл. Тарих. Біздің ғасырымызға дейінгі 55-ші жылда Юлий Цезарь қазіргі Англия жеріне шабуыл жасаған. Бұл кезде сол аумақта көптеген калт тайпалары тұрған. Олар өздерін брит деп атаған. Сол кездерден бастап қазіргі Англия және Уэлли аумақтары Рим империясының құрамына кірген. Енді достар, біз Англияның салт-дәстүрлеріне келдік. Ағылшындықтар ескі демек сенімді, ескі сөзі күмәнсіздікті білдіреді. Жаңа ой күдікті, жаңа технология сенімсіз деп есептейді. Ағылшындықтар неше мың жыл бұрынғы салт-дәстүрлері әлі күнге дейін сақтаған. Англиялықтар, яғни ағылшындықтар әлі күнге дейін тойды ескі дәстүр бойынша өткізеді. Некенің алдында атастыру көптеген елдерде бар. Англияда атастыру рәсімі алдында күйеу жігіт пен келінге әртүрлі сынақтар жүргізіледі. Атап айтар болсақ, жігіт қыз айтқан қалаған нәрсені барлығын орындайды. Ал келін болса бір қолына ескі сандықтың қақпағын ұстау қажет. Сонымен қатар Англияда топ футбол клубтар бар. Оларды атап өтсек: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тоттенхэм, Челси тағы басқалары. Сонымен достар, Англия жайлы видеомыз өз мәресіне жетті. Видеоға лайк басып, өз пікіріңізді жазыңыз және подписация жасауыңызды сұраймын. Сау саламатта болыңыз.